күн, құрметті әріптестер. Сіздермен бірге Назым Оңғарбаевна. Бүгін мен сіздерге бір керемет бір сайтпен таныстырғым келіп отыр. Ол сайттың мүмкіндігі біздің күнделікті өзіміздің жаңағы мұғалімдік сабақ барысында, тағы да басқа сабақтан тыс шараларда қолданысқа керек болып жүрген сертификаттардың, дипломдардың шаблонын тегін жүктеп алатын сайттар, және ол жерден жүктеп қана емес, өзіңізге қажетінше редакция жасап, редакторлап, өзіңізге керегін жасап алуға болады. Ол үшін Google Chromeға өтеміз, өзіміздің аккаунтымызға кіреміз, және іздеу жолағына PowerPoint базы деп жазамыз. PowerPoint базы деп жаздық, шыққан ең бірінші сілтемеге кіреміз. Бірінші сайтқа кіреміз. Мінекей бізге осындай интерфейс ашылады. PowerPoint без бесплатные шаблоны презентация деген сайт. Енді бұл жерге тек қана бір-ақ рет кіріп қолданатын болсаңыз, кіріп жүктеп ала салуыңызға болады. Немесе жаңағындай не жасап, авторизация жасап кірсеңіз, мүмкіндіктері одан да көбейе түседі. Енді мен авторизация деген батырманы басамын. Бұл жерде мен уже сіздерге алдын ала дайындап көрсету үшін регистрация жасап қойған болатын. Енді шаблоны по категориям дейді. Мына жақта все дегенді басайық. Все дегенді басқанда, мінекей қараңыздар, өздеріңіздің жаңағындай видеороликтарыңызға болсын, жоқ әлде білмеймін, сондай бір шаблон қажет бола ма, жұмыстарыңызға, осы жерден өздеріңізге қажетті дүниені алсаңыздар болады. Қараңыздар. Және де бұл шаблондарды жүктеп, тегін жүктей аласыздар өздеріңізге, өйткені мінекей ешқандай ақы сұрамаған. Ал шаблоны с видеофоном дегенге кіретін болсақ, бұл жерде бізде ақылы түрде екен, с видеофоном деген жері. Сол себептен жаңағындай бұл жерге бірінші тіркеліп, ақшасын төлеп, сосын кейін барып қана жүктеуге болады екен. Шаблоны с видеофоном деген. Ал енді шаблоны диаграмм дегенге кіріп көрсек, мінекей шаблоны диаграмм дегенге кірсек, бізге осындай сайтқа сілтемесін жасап, осындай сайтқа өткізеді. Енді бұл жерде қараңыздар, мінекей кез келген жаңағындай диаграммалардың шаблондарын сіздер тегін жүктеп ала аласыздар. Мына жерде бізде мынандай шаблондар берілген, қараңыздар. Қандай керемет дүниелер, өздеріңіздің қажет ақпараттарыңызды қойып, презентацияларыңызды көркемдей, әсемдей түссеңіздер болады. Мына жерде линейный дегендер бар, жаңағындай сызық бойынша, қандай диаграмма құрасыздар. Стрелки, люди, квадраты, временные шкалы дейді, блоки, вертикальные, пирамида, списки, разные және статьи дейді. Енді осы жерден біз мысалы мына блоктарды қарайық. Блоктар бізде мінекей осындай жүйеде берілген. Енді қандайын алғыңыз келсе де, сол шаблонын өзіңізге жүктеп алсаңыз болады. Енді бұл несін көрсеттім, жүктелу процесін көрсетейін қазір. Мысалы, круговые дегенге бірінші тұрған шаблонды алайық. Қараңыздар, біз көбінесе қолданатын біздің шаблонымыз. Енді тағы да басқаша, мысалы, мынандай спираль түрінде қолдануға болады. Линия по окружности дейді. Болмаса тағы мынандай процентпен көрсететін диаграммалар түрі. Мінекей әртүрлі неге берілген. Мысалы, мен осы шеңберді басып көрейін. Многослойный круг дейді. Ал осы жерге кірген кезінде менде мінекей 4 слайд берілген екен, тегін, круговой. Енді бұны қалай жүктеп аламыз өзімізге? Жүктеу үшін сәл астына қарай түсеміз. Мінекей мына жерде скачать деген PPTX деп тұрады. Осы жерден мінекей скачивание деген жерге барсаңыз, презентация ретінде бұны біз жаңағындай өзімізге жүктеп ала аламыз. Дайын шаблон жүктелінді.
Енді осы жерден қажетті ақпаратыңызды өзгертіп, орнына басқа сандарын жазып, өзіңізге дайын шаблон қылдырып жасап алсаңыз болады. Мінекей мына жерде өзінің сайты туралы толық ақпарат айтқан, бұл жерде бір беттік слайд берілген бізге. Осы жерден өзіңіз өзгертіп, ақпараттарыңызды диаграмма жасап алсаңыз болады. Так, мысал дейік, мына жерде проценттары қалсын, мінекей мысалы add title text дейді. Мына жерде мысалы 4 диаграмма берілген, 2 сары, 2 көк. Енді өзіңіз проценті бойынша өзгертіп, басқа да нелерді жасап қоюыңызға болады осы жерде. Көргеннен кейін мінекей мысалы қалай болады біздің слайдымыз. Так, мінекей осындай әдемі болып шығады слайдымыз. Бұл бір слайдымыз, жаңағы шаблонмен диаграмма берілген. Енді басқа да мысалы шаблоны по категориям дейді. Яғни бұл жерде де бізде обучение дегенге барайық, Бұл жерде де біз презентация ретінде өзімізге жүктеп аламыз. Өзімізге жүктеген мысалы name of presentation дейді, Осы слайдты өзімізге жүктеу үшін келесі бетіне өтеміз. Шаблонымызды ашамыз. Шаблонымыз ашылғаннан кейін бізге мінекей осындай бет ашылады. Бұған да ең соңына қарай түсіп, ең соңына қарай емес, мына жанында, шаблонныкі мына жерінде жанында болады мінекей. 781 PPTX деп тұр. Осының үстін басу арқылы біз өзімізге қажетті шаблонды жүктеп аламыз. Мінекей қажетті шаблонды өзімізге жүктеп алдық. Бұны біз қазір осы жерден қажетті ақпаратты ауыстырып, өзімізге керек дүниені жасап алсақ болады. Тегін 2 бет беріліп тұр, Енді келесі бізде шаблон сертификатов. Мінекей қазір бізде көп дипломдарды, көп сертификаттарды осы дайын шаблондардан қолданып жүр, Қараңыздар, қаншама сертификаттар берілген. Дипломдар қандайын алғыңыз келсе де барлық жерін өзгертіп, өзіңізге қажетінше жасап алуға болады. Бұндай шаблондарды Canva-да да жасауға болады. Canva-да бірақ өзіміз жаңағындай тоже редактор жасап аламыз. Енді мынау презентацияны кім жақсы біледі, соларға өте үлкен мүмкіндік. Енді бұл жерде біз мысал қараңыздар, бір сайтына бір сертификатты өзімізге жүктейік, мінекей, ашылғаннан кейін бұл жерде де мінекей zip версиясын өзімізге жүктейміз. Керек жерге сақтаймыз. Сақтағаннан кейін файлды ашамыз. Файлды ашқаннан кейін бұл жерден біз архивациямен берілген екен, Бұл жерден біз файлымызды ашып, дайын презентациямызды өзімізге қажетінше өзгертіп алсақ болады. Мына жерден атымызды жазып, мысалы мінекей. Мына жердегі мәтінді өзгертіп, мына жердегі қолын барлығын өзгеріске келтіре аласыздар. Солай сақтап, распечатка жасап, игіліктеріңізге қолдануға болады. Жақсы әріптестер, сіздермен бірге болған Назым Оңғарбаевна, менің арнама тіркеліп, әріптестеріңізбен осы видеомен бөлісуді ұмытпаңыздар.